Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бұл Мектеп Таймс YouTube жобасы. Қоғамда айтар ой бар, белгілі бір жетістікке жеткен жандар мен мектеп оқушылары арасында кездесу ұйымдастырып, тәжірибе алмасып, ұрпақтар сабақтастығын нығайту біздің басты мақсатымыз. Жобамыздың қонағы елімізге танымал актер Рүстем Жанаманов және актриса Толқын Нұрбекова. Саламатсыздар әріптестер, бізде осы аптада үлкен маңызды шаралар болады. Аптаның соңында біздің мектебімізге үлкен бір қонақтарымыз келеді, соған жақсылап дайындалуымыз керекпіз. Ай, жарайсыңдар. Менің аты жөнім Еркін Ерасыл Гибатұлы. Мен 2-ші В сыныбының оқушысымын. Тақырыбым жүзім өсімдіктің ерекшелігі. Мақсаты жеке үйдің өз бау-бақшасында өсіріліп алынған жүзім жемісі мен дүкеннен сатып алынған жүзім жемісіне жұмсалған қаражат шығынын салыстыру. Осы мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер қойылады. Біріншісі, жүзім жемісі бойынша ғылыми әдебиеттерді зерттеу. Екіншісі, жергілікті жеріміздің климатына бейімделген түрлерін анықтау. Үшіншісі, таңдалған жүзім көшетіне күтім жасау және топырақпен тиімді жұмыс істеп үйрену. Төртіншісі, жүзім көшетіне күтім жасау және жемісін алу. Көремін деп мен сені келіп тұрмын тағы да, бала дегеннің аңсар жүрегім әнім, тұру сені қимайтын тал бесігім тербелі, оралды қайта күндер мен жылдар. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әмірхан Әсел, 8-ші сыныпта оқимын. Жалпы мен химия және биология пәнін таңдаған. Сол бойынша мен көптеген олимпиадаға қатыстым. Ең алдымен мен өзінің химия биология пәнін жетік біліп, НУ университетіне түскім келеді, яғни Назарбаевтың университетіне. Содан кейін дәрігер болып, өзінің маманының шебері болғым келеді. Мен сыныптастарым негізі өте ұйымшыл, көптеген шараға қатысатын кезде барлығын бірге жасаймыз, бір адамның мойнына іліп қоймаймыз. Істесек барлығымыз бірге істейміз. Немесе көмек бере алмаса, онда ол моральдық жағынан көмек береді, қолдайды бізді әрқашан. Сөйтіп біз өткен жыл біз түстен кейін оқыдық қой. Сол кезде біз сабақтардың барлығы біткеннен кейін кейбір кезде ертерек жіберетін жағдайларға байланысты. Сол кезде кеш болып, қар күшті жауып, сондай жаңа жылдық көңіл-күй болған кезде біз бір-бірімізбен қар атысып, бір-бірімізді қарға құлатып, өте қызық болған сол кездер. Ең қызық кездер сол кезде болды. Одан бөлек тағы олимпиадаға қатысқанмын. Мен бірінші рет қатыстым биологиядан олимпиадаға. Сөйтіп, қалақтан 2-ші орын алған кезде бүкіл сыныбыммен қуанған кезім сол кез. Негізінен осы мектепке 7-ші сыныпта келгенмін. Сразу ұнап қалды негізі. Өйткені көптеген іс-шаралар өтіледі, интервьюлар, көптеген танымал адамдар келеді. Солармен әңгіме, ой таласамыз. Ұмытып тұрмын. Қылышқа ұқсайды екен оны не дейді? Не ұқсайды? Қылышқа. Прическасы басқаша екен. Неге біздер есейіп кеттік екен бет-бет, бала көктемді жүрсін шақырып жаным, өткен күннің елесін қайталайтын сен бісін, сағынышым ау қалсын жүректе жаным. Азем шала-ла-ла-ла-ла, азем шала-ла-ла, азем шала-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Өткерейдің күйі көрі құлады. Мен кішкентай жасымнан бастап ән айтқам. Кішкентай жасымнан бастап әнді ұнататынмын, музыканы ұнататынмын. Менің өзіме даусым ұнаған. Кейін мен осы жақтағы 168 мектепке 1 сыныпта келгеннен кейін вокал үйірмесіне қатысқанмын. Маған ән айтқан өте қатты ұнайды, ол менің хоббиім. Біз сол стараться етіп, диплом алып, сол апайымызды, аналарымызды қуанту үшін. Мен биге барам, өйткені маған би қатты ұнайды, ән сияқты. Маған билеген де ұнайды. Сондықтан мен осяқтағы биге қатыстым. Маған би апай ұнайды. Одақта көп достарым бар. Айша, Үнзу, тағы да Айшан. Қатықбаев атындағы нөмір 167 мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Әбілақ Әке. Дәл қазіргі уақытта бізде ертеңгі болатын Мектеп Таймс жобасының құрметті қонағы Рүстем Жанаманов ағамыздың келуіне орай дайындық барысы жүріп жатыр. Рүстем ағамызды біз көбінесе медиа арқылы, яғни теледидардан, YouTube және Instagram, TikTok желілер арқылы танимыз. Ал ертең көзбе-көз, бетпе-бет Рүстем ағамызбен сұхбат алып, тікелей жүздесетін боламыз. Және Рүстем ағамыздың түскен ең ерекше сериалдарының бірі Келінжан сериалында болған үзіндіден біз көрініс қойғалы жатырмыз мектеп оқушыларымен бірге. Және сол көрініске біздің қонағымыз Рүстем ағамыз да қатысып, өз үлесін қосатын болады. Біздің көптен күткен қадірлі қонақтарымыз қазір келе жатыр. Күтіп алу сәтіндеміз. Тағы да қош келдіңіз. Мектепке келген кезде ең алдымен есіңізге не түседі? Бұл мектепке мен екінші рет келіп тұрмын. Жалпы мектепке бірінші кірген кезде столовый асхананың иісі бұрқырап күшті болып тұрады ғой. Мектепте сабақта отырғанда асханаға асығып отыратын едіңіз қой өзіңіз. Ол менің жаңағы үзілісте. Шыны керек, балалық шағым есіме түседі. Сонау бір жүгіріп жүрген, портфель ұстап алып, достарым есіме түседі. Сонына бүлдіршіндерге қарап жатып, бір кішкентай Рүстемді көргендей болып отырмын өзім. Қатты бір, қалай айтсам болады, бір ерекше сезім, оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазір оқушылардың белгілі бір мақсатқа жету үшін сіз қандай мотивация бере аласыз? Мотивация ең бастысы өзіңе сен деп айтқым келеді. Біз мынау үміт күтіп қаламыз бір жерден, маған біреу көмектесіп қалатын шығар, ағам көмектесіп қалатын шығар, тәтем көмектесіп қалатын шығар деген ойдан арылуымыз керек ең бастысы. Ең бастысы менің ішімде бір үлкен күш жатыр деп білуіміз керек. Мен оны 9-шы класста өзім түсінген болатынмын. Өйткені мен 9-шы класста кішкене тәртіпсіздікпен көзге түсіп, мектептен шыққан кезім болған. Сосын не істеймін? Амал жоқ, колледжге оқуға түсуге мәжбүр болдым. Сөйтіп менің үлкен өмірге аяқ аттауым сол кезден басталып кетті деп айтсам болады. Өзіне сену керек, алдағы қойған мақсатқа жететініне іштегі сенім болу керек, және соған деген талпыныс ешқашан сөнбеу керек. Бүгін мектебімізде өнер жұлдыздары 2004 жылғы Темірхан Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі Рүстем Айбекұлы Жанаманов, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы, әнші, Келінжан сериалындағы рөлі мектеп директоры Клара Ғарифуллаевна. Ертеңгі күн бүгінгеден айтпай, тауларға қарадым бір сәт сапарымда оң боларын ұқтым, болған бар өкпені ұмыттым, алғыстау бойымда. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем, мен оның құдіретті тілін сүйем, мен оның қасиетті үнін сүйем.
бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықшы, бос торғайы бұл оның шырылдаған. Отан, отан бәрінен биік екен, мен сені мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеу де күйік екен, отанды сүйеуі де күйік екен. Бәрекелді. Отырауға айналайын. 5. Балалар, ең бастысы бар ғой, бір нәрсені түсіндір. Отансыз біз ешкім емеспіз. Отан деген ол ең қымбатты нәрсеміз. Балалар, мен сендер түсінсе екен деймін. Мына өз мұрындарыңмен иіскеп, өз құлақтарыңмен естіп, өз көздеріңмен көріп, өз жүректеріңмен сезініп, отанды сүюдің не екенін оқысаңдар екен деймін. Ары қарай кім? Аға, енді әдебиет сабағын осылай жиі тау бөктерлерінде өтіп тұрамыз ба? Оны енді Клара Ғарифоллақызы не дейді, сол болады. Әрең жаттадым ғой бұл кісінің фамилиясын. Клара Ғарифоллақызы. О, сен айтып көрші. Клара Ғарифоллақызы. Қалай тез айтып отырсыңдар? Жарайды, ары қарай. Кімнің сөзі? Сіздің ағай, ең күшті ағай, иә? Рахмет, айналайындар. Ағай, келесіде қала жайлы өлең жаттайықшы. Қаланың тағы ортасында тұрып ап өлең оқитын. Қалаға барғыларың келіп жүр ме? Жарайды, ендеше былай қылайық. Мына сабақтарыңды жақсы оқып, жақсы нәтиже көрсетсеңдер, мен сендерді келесі жолы мегаға алып барамын, жарай ма? Иә, сояқтан алып аттракциондарға отырып өлең жаттайсыңдар, жарай ма? Ай, жарайсыңдар. Ары қарай кім? Шықшы тауға, қарашы кең далаға, мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. О шетінен бұл шетіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың боп қанама. Уадариға алтын бесік туған жер, қадіріңді білсем келмей кеше көр. Жаталмасем топырағыңды тербетпей, ақын болмай, тасың болсам мен егер. Бәрекелді. Отырыңдар 5, бәріңе 5 айналайындар. Келесі жолы сендерді жақсы сабақ оқысаңдар, сендерді алып балам бар балалар. Жарай ма? Аха, жарайсыңдар. А болдыңдар ма? Ал мектепке қайтайық, мына жинаңдар. Давай. Клара Ғарифоллақызы біліп қоймасын, давай. Жақсы балалар, қошеметтеріңіз. Үлкен рахмет. Осы болмыс, батыл болмыс, болмайын құл өзіме сонсыз. Маңдайыңда бағың бар, түсінген адам ұғар. Қазірден қолыңа ал өміріңді іздеуді кінәләні доғар. Бір күні мен ауылға барып келдім каникулда. Сол кезде ағаштың түбінде ойланып жаттым. Құстар сайрап жатыр. Неге мен құстар сияқты сайрай алмаймын? Көрейінші дедім, барымды салайыншы, адамның қолынан келмейтін нәрсесі жоқ деп өзімше. Сосын іздендім, құстың дауысын қалай салса болады екен. Тек көрем, болмайды. Сосын тілді бүйтіп бұрау керек екен да, оказывается. Мәссаған, керемет. Өзім әлгі жерде жатам да деймін, шықты ғой мынау деймін да, ал ұмытып қалам қалай істеген. Сосын тұрам да қайтадан, давай есіңе түсір. Деп шықты. Керемет. Мектебіміздің тағы бір қонағы, біздердің оқушылардан қатарласы, өнермен шыңдалып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп жүрген тағы бір қонағымыз бар. Сахнада Нұрасыл Махамбет, Келінжан сериалындағы басты саундтрек «Жүрегімді аяймын» әнімен. Сол баяғы ескі мұң еске түсерге шығарып, жоқ екен ешкімім, сездірді қанша рет, ұқтырды қанша рет. 365 күнім
айналама қараймын, пайдаланар қалайым, әлі талай-талаймын, сатқындық көрермін, мен жүре берермін, жүрегімді аяймын. Бір еткен адама 40 жыл сәлем бер деп жатады ғой, ұлағатты ұстаздардың бізге берген тәлім тәрбиесі. Тіпті қазір біз сахнада жүрміз, роль сомдап жүрміз, актер, актрисамыз. Жақсы ұстаздардан шыққандықтан да бәлкім осылай жүрген шығармыз деп ойлаймын. Сондықтан да алғашқы әліппені үйреткен, алғашқы сахнадағы әліппені үйреткен ұстаздарымызға деген құрметіміз ерекше және солай қала беру керек. Жақсы деген жандарды аяғымнан жалғанда, көрінгенге мұң шағып, көңілді кір шалып, жүрмеспен мұнжалып, сен жанымда болғанда. Айналама қараймын, пайдаланар қалайым, әлі талай-талаймын, сатқындық көрермін, мен жүре берермін, жүрегімді аяймын. Айналама қараймын, пайдаланар қалайым, әлі талай-талаймын, сатқындық көрермін, мен жүре берермін, жүрегімді аяймын. Мұғалімсіз оқушыны елестету қиын, білесіздер, иә? Дирижерсіз оркестрді елестету қиын, режиссерсіз театрды, жалпы спектакльді елестету қиын. Сол сияқты біздің бір өміріміздің үлкен бір бөлшегі ұстаз деп білем, өйткені өзімізде ұстаз көрген адамбыз. Біз сол сонау балабақшадан бастап сен тәрбиешіге жолығасың, одан ары қарай мектепке барғаннан кейін ұстазбен жолығасың. Бұл да бір өмірімізде кездесетін екінші аналарымыз бен әкелеріміз деп білем. Сол ұстаз көрген бала, ол алысқа баратын бала. Сондықтан да әр ұстаздарыңызды құшақтап алғыс айтудан шаршамаңыздар деп айтқым келеді сіздерге. Үлкен рахмет, Нұрасыл. Сіздерге енді ең бірінші денсаулық берсін. Бүгін мынау жаңа міне өздеріңіз көріп отқандай біздің шәкірттеріміздің жан-жақты. Енді Рүстем мырза, мына домбырадан кейін сізге мынандай бір қазақтың ұлттық аспабы, нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра деп, міне осы домбыраны сізге арнайы керемет біз ұсынғымыз келіп отыр. Балаларыңызға, ұрпағыңызға бір сыйға тартыңыз деген мақсатта ұсынып отырмыз сізге. Және де бізде Толқын ханым, сізге де үлкен рахмет етеміз. Мынандай бір қазақтың керемет әшекейі бар. Жалпы қазақтың қай әшекейін алсаңыз да, әрбір әшекейдің бір мағынасы бар. Рұқсат болса сізге осыны табыстауға мына жерде. Тіпті айтарға сөз жоқ, андай ішімнің бәрі эмоция, сезім. Қалай жеткізерін де білмей тұрмын. Көп үлкен бір толқынысқа алып келдіңіздер. Дәл қазіргі сәт үлкен толқыныста тұрмыз, шын айтамын. Көп рахмет. Жаңа тіпті домбыраның үні көптен бері естімеген Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқымы, қандай әдемі попурри, жігіттер тіпті екі дауыста тартқаны, қыздардың ән айтқаны, мұнда актерлық шеберліктерін көрсетіп, сахна қойып жатқаны, кішкентай бүлдіршіндеріміздің екі-үш дауыста хор айтқаны, осының бәрі өте керемет бір әсер қалдырды, шын. Және енді бұның бәрі оқушылар, бұл әсердің бәрі сіздерге ұстаздар арқылы, басшылық арқылы, сіздердің ұжымның сондай ауыз біршілігінің арқасы деп білем.
сондай бір жақсы ауызбіршілік, жақсы ұжым болмаса, бәлкім бұндай бір әдемі дүние болмайтын бет сахнада. Сондықтан да сіздерге көптен көп рахмет. Манас Айқатұлы, өзіңізге алғысымды айтқым келеді. Өзіңіз бастаған ұжымға алғысымды айтқым келеді. Осындағы отырған қыздар, ұлдар, оқушылар, баршаңызға жалынды сәлем тағы да. Аман болыңыздар. Осы отырған әрқайсыларыңыздың үйлеріңізде тек қана бақыт болсын, береке болсын, шаттық болсын, мереке болсын. Аман болыңыздар. Барлық жақсы ізгі тілектің бәрін жолдаймын сіздерге. Балалар, ең бастысы бар ғой? Ең бастысы тәртіп. Барлық жерде тәртіп болу керек. Қай салада болмасын тәртіп болу керек. Ертең сіздер бәлкім әртүрлі, неше түрлі мамандық иесі боласыздар. Сол мамандық иесінде тек қана шыңынан көріңіздер. Жарай ма? Сол кезде ұстаздарыңызды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі кешіміз осымен өз мәресіне жетті. Кешімізге қатысқан барлық қатысушыларды, ұйымдастырушыларды және құрметті қонақтарымызды сахнаға, естелікке, суретке түсуге шақырамыз. Өте керемет әсер. Жаңа оқушыларға да, ұстаздарға да, мектеп басшылығына да айтып жатырмын. Өте керемет әсер қалдырдыңыздар. Бір аз ғана уақыттағы бір сәт, өмір сәттерден тұрады ғой. Осы бір сәт менің өмірімде өте бір жылы болып қалады. Рахмет. Мен Манас Айқатұлы бастаған әр ұстазға рахметімді айтамын, әр оқушыға рахметімді айтамын. Неке өнерлерін көрсетіп жатыр. Бізге осының өзі жеткілікті. Біз қатты риза болдық. Кеш соңында бізге сыйлықтар беріп жатыр. Бағана Толқын әпкем айтпақшы, бізге сыйлық бермесе де біз риза болатын еді. Өйткені осы атмосфера, осы кештің өзі бізге бір үлкен бір ләззат сыйлады. Рахмет сіздерге тағы да. Сіздерге алғысым шексіз, бәрі де керемет өтті. Және де оқушыларға да алғысым шексіз, бәрі күшті, шынайы болды. Сенің дауысың керемет екен. Керемет. Рахмет, сіздерге де сәттілік.